Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 4-ші сабағымызды бастаймыз. 15-ші жаттығуға назар аударайық. Тыңда. Тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа. Торғай. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа, торғай жемді жеп жатыр екен. Үстіде кеуіпті. Сұрақтарға жауап бер. Бақшаны кім аралап келе жатты? Омар атай. Ол нені көрді? Торғайды. Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді? Өйткені ол қорықты. Оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың? Оны неден байқадың? Күз мезгіліне ұқсайды. Себебі ағашта жапырақ аз, және де ағаштың бір желмен қозғалып тұрғанда байқауға болады. Әр сұрақтың жауабы болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құра. 16-ші жаттығу. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Осы тыйым сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс. Дәлелдеуіңді өйткені, себебі, сондықтан сөздерін пайдалан. Бірінші, ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Өйткені құс ол да тіршілік иесі. Сондықтан оны керісінше қорғауымыз керек. Екінші, балапан шығарған құсты атпайды. Себебі балапанды анасыз қалдыру жаңа өмірге келген балапан үшін өте қауіпті. Сондықтан біз құстарды аялауымыз керек. 17-ші жаттығуға назар аударайық. Орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенемін. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау деп көңілі орнына түсті. Кетпей қайтадан ініне оралады. Ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды тауып жаз. Бұл жерде ертегіге сәйкес келетін мақал қорыққанға қос көрінер. 18-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы, сұраққа жауап бер. Қанша сәбіз еді? Біздің үйде шөжек көп, іштерінде өжет көп. Әсіресе 5 көжек, маған нағыз дос көжек. 5 көжекке достасқан, сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбіздің соңында қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі санап берші, ал енді. Енді бұл жерде қанша сәбіз болғанын есептейтін болсақ, әр қоянға 2 сәбізден берсе, барлығы 10 сәбіз болады. Бір сәбіз қолында қалып қойғандықтан, басында барлығы 11 сәбіз болды. Көжек, өжет сөздердің мағынасын сөздіктерден тауып оқы. Көжек дегеніміз қоянның баласы, ал өжет дегеніміз бұзық, тентек деген мағынаны білдіреді. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.